Достар, алтыда екінші есеп. Бізде мынандай теңсіздік беріліп тұр, және сандар жұбы беріліп тұр. Осы сандар жұбы теңсіздіктердің жүйесінің шешімі болады ма дейді. Так, біз бірінші не істейміз? Біз мына жерден y-терді өрнектеп аламыз да, соның графигін саламыз. Және сол графикке қарап, уже мына сандар жұбы шешімі болады ма, болмайды, график арқылы білетін боламыз. Қараңыздар, бірінші y-ті өрнектеп алған кезде біз мына 2x пен 4-ті оңға қарай шығарамыз, иә? Сонда минус 2x минус 4 болады. Мына жерде y-ті қалдырамын, x квадрат жазып қоямын да, минус 2-ні оңға қарай жіберем, плюс 2 болады. Так, мына. Енді біз мына графигін салу үшін жаңағы мәндер берейік. X пен y-ге мән берейік. Біріншісіне мән беретін болсақ, біріншісі бізде қазір түзу шығады. X-ға 0 беретін болсам, y-ге минус 4 деген саннан өтеді. X-ға 2 беретін болсам, минус 2-ні берейінші. Минус 2 беретін болсам, плюс 4 болады, минус 4 және y-ім 0-ге айналады. Мына осы екі сан жеткілікті. X 0 болғанда минус 4-тен өтеді. Мына нүктеден, және x минус 2 болғанда мына нүктеден өтеді. Яғни, мына екі нүктені қосатын түзу болады. Таңбаға мән береміз. Бізде таңбамыз қатаң түрде беріліп тұр, сондықтан бізде үздік сызық болады, иә? Ереже естеріңізде ғой. Егерде қатаң таңба болған жағдайда үздік сызық болады, қатаң емес таңба болған жағдайда ол үздіксіз сызық болады, яғни тұтас сызық болады. Так, енді бізде y-іміз үлкен деп тұр, яғни біз жоғары жақты қарау керекпіз деген сөз. Ол үшін, жаңағы точно білу үшін, біз любой бір мәнді бере салайық. Мысалға, x1-де y2 деген, мысалға, мына мәнді бере салайық, иә? Яғни, y-тің орнына, мысалға, 2 дегенді мәнді қоямыз да, x-тің орнына 1 деген мәнді қойып көрейік. Осыны есептеп шығарып көрейік. Сонда 2 үлкен болады, мына жерде минус 6 шығады, иә? 2 бізде минус 6-дан үлкен. Дұрыс қой, бізде теңсіздік орындалып тұр. Яғни, дұрыс деген сөз, біз мына жақты белгілейміз. Мынау бізде бірінші теңсіздік шықты. Енді екінші теңсіздік бізде бұл парабола шығайын деп тұр. Бұл жерге де мән беріп көрейік. X пен y-ге мән берейік. X-ға 0 беретін болсам, y-ім 2 деген нүктеден басталады. Одан кейін x-ға 1 беретін болсам, y-ім 3-ге тең болады. X-ға минус 1-ді беретін болсам, ол да 3-ге тең болады. Минус 1-дің квадраты плюс 1 шығады бәрібір. Так, одан кейін 2-ні беріп көрейік. 2-ні беретін болсақ, 2-ның квадраты 4. 4-ке 2-ні қоссам 6 болады. Минус 2-ні берсем, ол да 6 болады. Так, сонда менде параболам қалай кетіп жатыр? Менде 0-де 2 деген нүктеден басталады екен. Мына жерде бас нүктесі. 1-де 3 деген нүкте, минус 1-де 3 деген нүкте, 2-де 6 дейді. Так, 3, 4, 5, 6 мына. 2-де 6, минус 2-де де 6 деген нүктеден өтеді екен. Так, бізде таңбамыз қатаң емес, үлкен немесе тең деп тұр. Сондықтан біз бұны тұтас сызық қылып аламыз, яғни үздіксіз сызық қылып аламыз. Мына, біздің параболамыз былайынан кетіп жатыр. Енді бізде не дейді? Параболамыз, жаңағы y-іміз үлкен немесе тең дейді. Бұны тексеріп көру үшін любой бір санды алып көрейік. Мысалға, ішкі жағынан санды алайықшы. Мына x-ім 1-де, y-ім, так, 1, 2, 3, 4, 5 деген санды алып көрейік. Мысалға, x-ім 1, y-ім 5 деген санды алып көрейік те, осыны орнына қойып көрейік. Y-тің орнына, мысалға, 5-ті қоям. 5 үлкен немесе тең. X-тің орнына 1-ді қоям. 1 плюс 2. Орындалып тұр ғой, 5 бізде 3-тен үлкен ғой, дұрыс па? Бұл дұрыс орындалып тұр, яғни біз бұны параболаның ішін қарастырады деген сөз. Яғни параболаның ішінде жатыр. Мына. Бұның жаңағы аймағы сонда мына жерде. Бұның қиылысу аймағы екеуінің мына жерде жатыр деген сөз. Енді мен не істеймін? Мен бұны біліп алдым, қай жерде қиылысатынын. Енді менде мына сандар жұбы беріліп тұр ғой. Осы сандар жұбы мынаның ішіне жатыр ма, жатырған жоқ па? Соны білу үшін мен не істеймін? Мен бірінші табам. 2-де минус 1 деген қандай сан? Ол 2-де минус 1 деген мына жерде жатқан нүкте, иә? Мысалға, А нүктесі дейтін болсақ. Мына жерде жатқан нүкте, бұл бізде мына жерде жатыр ма? Мына аймақта жатқан жоқ, ол сыртында жатыр. Яғни бұл бізде шешімі бола алмайды. Екіншісі, 1-де 6 деген нүктені қарайық. 1-де 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Мына нүкте. Бұл жатыр ма мынаның ішінде? Я, бұл бұнаның ішінде жатыр, яғни бұл тиісті шешімі бола алады. Минус 4-те 7 деген тексерек. Так, минус 4-те 1, 2, 3, 4, минус 4-те 7 дейді. Так, мына жаңа 6 болды, 7 болды, я, бұл мына жақта жатыр, мына жақта. Бұл мына параболаның ішінде жатқан жоқ, мына аймақта жатқан жоқ, сондықтан бұл бізде тиісті емес. Келесі 0-де 4 дегенді алайық. Так, 1, 2, 3, 4, мына. Мынау бізде
аймақтың ішінде жатыр, яғни бұл бізде шешімі бола алады деген сөз. Міне, яғни мынау шешімі бола алмайды, жоқ, иә болып шығады сонда.